ассалаумағалейкум баршаңызға. Кеше айтқандай қару таңдау сол жайында видео түсірдім. Сөйтіп мен қару сататын жерге барып қару таңдап, ойланып толған ақырында осы қаруды алдым достар. Біраз жылдан бері қол жетпей жүреді бұл қаруға. Енді осыны алдық. Так. Бұл енді бізде қандай фирма десеңіз? Бұл Ata Arms деген түрік компаниясы 1955 жылдан бері жұмыс жасап келеді. Оны ашқан Челал Йолу деген кісі өзінің 13 жасында жасап шығарған. Және де бұл компания өте әлем бойынша кең тараған. Неше түрлі қару-жарақ шығарады. Енді 1955-тен бері келе жатқан мықты компания десек те болады. Так, осыған обзор жасаймыз. Кеттік, ішінде не бар екен. Так, ашамыз. Маған патронмен тіреп қойайын. Патроным бар, соны тіреп қойайын. Патронын соңынан көрсетемін. Комплектісінде осындай, яғни прикладта иыққа қоятын ұнтақты сәл ұзартуға болады. Өзінде бір насадық тұр. Және мынау дульное сужение, яғни стволдың ішіндегі сужение дейді, ол яғни қазақша үскірлету бола ма, сондай. Сол суженияларды бекітетін кілтімен. Екінші, мынау жаңа өзіміз айтып тұрғандай дульное сужение. Бұл яғни өздеріңіз қараңыздар, мінекей. Бесеу болады негізі, біреуі мынау стволда тұр мынаның ішінде. 5 штук болады. Және осындай насадкілер. Бұл насадкілер яғни прикладты, құнтақты төменге, оңға, солға деген сияқты бұру керек. Ішінде 2 шуруп болады осындай ұзартатын. Ол жаңағыдай прикладты ұзартуға. Және бір дейді, бір деген, яғни бізде бір деген полный чок болу керек. 2 бізде 0,25, 3 столда тұр, 4 бізде 0,75, 5 бізде походу цилиндр болу керек. Так, енді опана, мылтықтың өзі мінекей достар. Қараңыздар. Ata Arms турецкий. Мықты. Бұл енді российский мылтықтан да сапасы өте керемет болады. Өйткені российский мылтықтар өздеріңіз білгендей, ютубта көргендей сапасы сәл нашарлау болады. Бірақ бағалары осы түркиялық мылтықтар мен россиялық мылтықтардың бағалары бірдей болып тұр ғой, бір сөзбен. Даже қымбат. Мінекей достар. Пакетінен жаңа шештік. Өздеріңіз көріп тұрғандай Ata Arms Ata Neo 12 деген мылтық. Бұл инерциялық болады. Оның ішінде яғни мынау затвор артқа жылжыған кезде инерция, яғни оқтың күшімен артқа қарай инерциямен жұмыс істейді. Бұл механизм өте простой және надежный, енді сапалы әрі ұзаққа шыдайды деп айтсам да болады. Өйткені Россияның охотниктері 10 жылдап ұстаған, осы мылтықты 10 жылдап ұстаған екен. Так, тағы айта кететініміз, мына жерде Neo 12 деп жазылып тұр. Және Ata Arms, мына жерде өзінің нөмірлері болады. Так, приклад, яғни мен қолыма бұлай есептеледі. Мылтықты есептеген кезде, мына шынтағыңызға қолыңызды алып, батырмаға қол саусағыңызды қойып, қолыңызды ұстап, және мына жерге қойған кезде шынтағыңызбен бірдей болып тұру керек, әдемі болып тұру керек. Яғни бұлай есептеген кезде әдемі жату керек қой, үшін бір сөзбен айтқанда. Яғни дәл осы мылтық құттықтасаңыздар болады, құтты болсын деп. Әрең қолым жетті, бағасын соңында айтатын боламын. Мына жаққа қоя тұрамыз. Қоя тұрайын. Так, бізде мынау патронниктің ішінде ограничитель болады. Шетелде яғни 3 оқтан артық пайдалану болмайды. Сөйлеген мына салып тастайды, осы 3 оқтың орнын жауып тастайды ғой.
Так, мынау мына жерде тұрады. Ішінде кітапшасы болады. Инертия систем semi-automatic shotgun дейді. Яғни инерциялық системалық полуавтоматический оружие дейді. Так, мануаль. Бұның ішінде барлығы ағылшынша көрсетілген екен. Ағылшынша, ішінде суреттері бар. Қарасаңыз болады, бірақ дым түсініксіз. Яғни біз ағылшынша білмейміз ғой ондай қатты. Так, енді бізге керегі ствол астында болады. Мінекей ствол. Бұл ствол, достар, ең ұзыны болып келеді. Менің бойым да ұзын, қолым да ұзын болғаннан кейін маған келеді шығар дедім. Ең соңғысы еще магазинде осы ең соңғысы тұр екен, осы ең соңғысын алдым, достар. Мінекей көрсеңіздер болады. Камера қайда? Камерамен көріп тұрған болса, камераға тақайын. Камерамен көріп тұрған болса, мінекей қайсы мінекей осындай. Астында андай реклама бар, ата армс деген. Яғни алынады, шешіледі, былайша магазинде тұрған кезде реклама ғой осы. Стволдың ұзындығы, бұл жерде стволдың ұзындығы мен 760-ық іздегем, 760-ық алғым келді. Бүйтіп барсам 760-ық қара түсте жоқ екен, камуфляж бар екен. Камуфляж енді ол камуфляж қой енді ол. Кейін сырылып қалады деп уайымдасаңыз, мысалы оның бағасында да разница бар. Оның бағасын видеоның соңында айтатын боламын, достар. Соңына дейін көріп, қолдап, подпискамен қолдап, және де лайк басып, ұнамаса дизлайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Өздеріңіздің ұсыныстарыңыз болса, комментарийге ұсыныстарыңызды қалдырыңыздар. Яғни аңшылық жөнінде, осы мылтық қарулар жөнінде қызықты әңгімелеріңіз болса, осы комментарийге жазып кетіңіздер. Және де қандай видео түсіргенімді қалайсыздар, сол жайында осындай видео түсір деп ұсыныс тастасаңыздар болады, достар, комментарийге. Жақсы, барлықтарыңызға рахмет. Так, ары қарай жалғастырайын. Так, мылтық, бұл Made in Turkey, ата армс, осындай дейді. Патроник деген, яғни мына жерге патрон түседі ғой, мынаның ішіне патрон, мынаның ішіне түскен кезде 12-де 76, яғни 760-ық магнумға дейін оқ салынады бұның ішіне. Стол енді крашный болып келеді ғой, варанин емес. Уақыт өте келе сырылып қалады сияқты менің ойымша. Және планка бізде мына жер пайкамен болады. Керемет, өзіме ұнап тұр, қып-қызыл цвет. Сіздерге қалай? Ұнаса лайк басып кетіңіздер. Сіздер үшін ғой енді барлығы. Енді система жайында айтып кетейін. Бұл ата армс Neo 12 деген мылтық. Қара түсінде ол синтетик деп аталады. Синтетик деген яғни пластикалық приклад, пластикалық жаңағындай құндақ, қайсысы құндақ еді. В общем, пластикалық болып келеді. Және де мына жерінде осындай, мысалы қарасаңыздар, осылай болып келеді. Мына жерінде ойық болады. Осы ойықтан қарап көздегенге ыңғайлы болу үшін ғой барлығы. Мысалға бүйтіп, мен былай көздесем, маған әдемі келіп тұр да. Бірақ мына қарасаңыз, иығыма до конца жатқан жоқ. Мен мысалға осылай көздеп тұрмын.